Сәлеметсіз бе көрермен, бүгін біз баланың ойынын қалай қызықты етіп ұйымдастыруға болатыны жайлы көрсететін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Негізі ойын ойнау барысында өздерін еркін сезінеді. Жан-жақты тапқырлық, сезіну, қабылдау, ойлау, зейін қою арқылы бала жан-жақты дами түсетінін ұмытпайық. Қарапайым ғана заттарды пайдалану арқылы баланың ойынын қызықты етіп ұйымдастырып берсеңіз, бала сол ойынды ұзақ уақыт бойы жалықпай ойнайтын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мінекей макеттің құрылуына балалар өздері атсалысты, яғни жабыстырды, шығармашылығын дамытты деген сияқты тікелей өз ұйымдастырған ойындарын өздері қызығушылықпен ойнау үстінде. Және қарым-қатынас арқылы баланың сөйлеу қабілетін арттыруға болады. Мынау үшінші ойын Сержан мен Жансерік үшін ерекше ойын болды. Барлығын өздері жасады, бояды. Мұнда түстерді қолдандық. Лабиринт арқылы, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бір шеттен екінші шетке өздерінің сүйікті машиналарын жүргізу арқылы ойынды ұйымдастырып алды. Мінекей осымен біздің ойындарымыз аяқталды. Сіздермен бөліскеніміз үшін қуаныштымыз. Міндетті түрде астына жазып кетіңіз, қайсы ойын сізге ұнағанын. Алда тағы да ойын түрлерімен бөлісетін боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.